Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ежелгі грек философтары мінсіз қоғамды қалай елестетті. Сабағымыздың мақсаты ежелгі грек философтарының көзқарастары туралы қарапайым түсінік беру, олардың дүниежүзілік мәдениет пен ғылымға қосқан үлесінің маңыздылығын анықтау, мінсіз қоғамның не екенін түсіндіру. Жетістік критерий. Оқушылар оқу мақсатына жетеді егер дін мен ғылымның арасындағы екі айырмашылықты тапса, әр философтың үш ерекшелігін атап, оларға қысқаша сипаттама бере отырып, өмірі туралы екі дәлел келтіре алса, мінсіз қоғамның моделін шығармашылық жұмыс арқылы көрсете алса. Философтар деген кімдер? Ежелгі заманнан бастап адамдар қоршаған әлем, қоғам туралы ойланды. Мұндай адамдарды ежелгі Грекияда философтар, даналықты жақтаушылар деп атады. Философтар қоршаған орта мен құбылыстарға жүйелі түсініктеме беруге талпынды. Ежелгі Грекияның әлемге танылған философтары Сократ, Платон мен Аристотель болады. Афинның алғашқы философы Сократ осы қалада дүниеге келіп қызмет етті. Ойшыл қала көшелер мен алаңдарында адамдармен кездесіп сұхбаттасты. Өз сөздерінде Сократ афиналықтарды мейірімділікке және әділдікке шақырды. Ол адамның басты артықшылығы білімді болу деп есептеді. Мінсіз қоғам дегеніміз не? Афины мен Спарта арасындағы бақталастық күшейіп, 431 жылы Пелопоннес соғысының басталуына әкелді. Соғыстың нәтижесінде полистік құрылыс құлдырап кетті. Сол себепті философ Платон мінсіз қоғамның өзіндік үлгісін қарастырды. Бұл әділеттілік пен бейбітшілік үстемдік ететін қоғам болатын. Оның түсінігі бойынша билеуші әрі философ, әрі данышпан адам болуы тиіс. Сол кезде ғана ол әділетті билікке қол жеткізуге ұмтылады және осының нәтижесінде адамдардың өмірі де жақсарады деген қорытынды жасады. Ғылымның атасы. Платонның атақты шәкірттерінің бірі философ Аристотель болды. Білімнің алуан түрлі саласына қосқан үлесі үшін оны бірінші ұстаз және ғылымның атасы деп атады. Аристотель биліктің дұрыс және бұрыс түрлерін ажыратқан. Философ басқарудың ең жетілген түрі ретінде политияны анықтаған. Мұндай қоғамда мемлекетті басқаруға бұқара халықтың көпшілік бөлігі қатысады және барлық адамдардың игілігі үшін билік жүргізеді. Өмірдің мәні неде? Басқаларға қызмет ету және жақсылық жасау дегенді Аристотель айтқан. Ал енді балалар, мәтінді оқып шығып анықтаңыздар. Философия қалай пайда болды? Діни және ғылыми көзқарастардың арасындағы айырмашылықтар бар ма? Ал енді екінші тапсырма. Мінсіз қоғамның не екенін және оны философтардың қалай елестеткенін естеріңе түсіріңіздер. Мінсіз қоғамның моделін шығармашылық жұмыс арқылы көрсетіңіздер. Мысалы, мінсіз қоғамның суретін салыңыздар, постерлеріңізге түсіндірме жасаңыздар, қойылым дайындаңыздар, синквен немесе диаманта құрастыруға да болады. Рефлексия. Нені білдік, нені үйрендік, не түсініксіз болды, нені әлі үйренуіміз қажет. Борт журналын толтырыңыздар. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.